Қайырлы кеш оқушылар, барлығы естіліп тұр ма сендерге? Қатып жатқан жоқ па? Кері байланыс жасап жүрекші, я? Дауыс естіледі ма? Қатып жатқан жоқ, я? Все, давайте, тогда біз каждыйымыз қазіргі өзіміздің алып жүрген по факту балымызды айтып шығайықшы, я? Қанша бал, өзіміздің білімімізбен біз қанша бал жеңе аламыз? Сәл қатып жатыр ма қазір? Сегодня мы расскажем о нашем проекте «Наша участь». Наша организация «Чат Живее» Синжан, к сожалению, она не может Кішкене қатат деді, 70 жинап жүрміз. Химиядан жазып кетсе, қанша бал? 45-тен қанша жинайсыңдар өз күштеріңмен, я? Және наурыз ұбытысын тапсырған оқушылар бар ма? Плюс қалдырып кетейікші. Химиядан 20-25 дейді. Енді қалай ойлайсыңдар? Бізде қалған 3 айда нағыз ОБТ-ға дейін сендер 45-тен хотя бы 40 балл алуға мүмкіндіктерің бар ма? Давайте каждый өзінің қазіргі ойын айтсыншы, я? Біреулер мүмкін деп ойлайды, біреу мүмкін емес деп ойлайды, я? Қазір мен бүгінгі сабақта сендерге не только нұсқа талдау, я, жалпы сендерге 45-тен 40 балл алуға, даже 45-тен 45 балл алуға мүмкін екенін осы сабақта көрсеткім келеді. Әлі де қатып тұрған сияқты, я? 20-да 45 деді Наргиз, Камила 25-пен 30. Мүмкін сияқты дейді. Енді ол мүмкін деп айтқандар, қандай күнделікті әрекет жасап жатырмыз, я? Қазіргі дайындықтарында сендер өзгерттіңдер ма? Және қалай дайындық жүргізіп жатсыңдар? Мысалы, 20 балл алып жүргендерін мен яғни 2 есе көбейтуге 40 балл деген сөз. Қазіргі алып жүрген 20-25 балдарында 2 еселейсіңдер, почти сендер нағыз ОБТ-ға дейін 40-45 алуға. Енді бұл аз ғана уақытты қалай тиімді жұмсау керек? Бүгінгі сабақта мен соны айтатын боламын арасында. Хорошо. Бүгінгі сабақты мен сақтамаймын. Себебі білесіңдер, да, слив тесттардың барлығын, яғни бұл біз сендерге наурыз ОБТ-ға дайындық мақсатында, яғни жалпы барлық тақырыптар бойынша шолу жасалады, я, бұл жерде. Сондықтан да бүгінгі сабақты соңына дейін қараңдар, сабақты сақталмайды, ескертем алдын ала. Сондықтан соңына дейін қарап, барлығын орындап, менімен бірге шығарып отыруға тырысыңдар. Сендерге телеграм каналдағы сұрақтардың барлығын не істейтін боламын, талдап өтетін боламын.
сұрақтардың барлығын еститін болады. Все, барлығы қайтадан дұрысталды, я? Сұрақтардың барлығын еститін болады. Сұрақтардың барлығын еститін болады. Барлығын еститін болады. Дұрысталды дейді, я? Давайте, мен жақсы естіліп тұрмын, көрініп тұрмын, я? Давайте, мен жақсы естіп тұрмын, көрініп тұрмын, я? Все, тогда давайте біз басында сұрақтардан бастаймыз, я? Бастапқы сұрақтар бізде бірінші сұрақтардан бастаймыз. Давайте бірінші сұрақта бізде айтады, сутектік байланыс дейді. Байланыс үзу үшін қажет элемент дейді біріншісінде. Яғни бізде фтор бар, бром бар, иод бар, көміртек бар. Мына сұрақты білеміз ба? Сутектік байланыс бізде қайсысы элементтермен байланыс түзеді? Я, дұрыс, Ерғұлан Арғынбай. Бұл жерде сутекпен бізде ол фтор, я, электртерістілігі ең күшті элемент. Фтормен бізде не түседі? Сутектік байланыс түседі. Я, А жауабы болады. Фтор. Все, енді келесі сұраққа өтіп кете беремін. Енді қараңдар, сендер біліңдер, сутектік байланыспен азот, оттек, фтор элементтермен қосылса, онда біз, яғни сутек, яғни жерде NH3 болады, я? Оттекпен және фтормен бізде осы кезде сутектік байланыс түзіледі, яғни үш элемент қажет. А жауабы болады. Анель Баймұраттина. Дальше. Күкірт тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді. Күкірт тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді, яғни бұл жерде қай жауап болады? Күкірт тотықсыздандырғыш қасиет болу үшін оның тотығу дәрежесі Т-ді дейін арту керек. Яғни, мына жерде қарау керек біз плюс 6-дан плюс 4-ке қарай, ол керісінше кеміп жатыр. Минус 2-ден 0-ге қарай өсіп жатыр. Значит, ол тотықсыздандырғыш қасиет артып жатыр, я? А мына жерде 0-ден минус 2-ге қарай керісінше кеміп жатыр. Ол кезде бізде тотықтырғыш болады. Ал енді соңғысында плюс 4-тен бізде 0-ге қарай бұл жерде кеміп жатыр. Сондықтан бұл жерде тотықтырғыш болады, яғни тотықсыздандырғыш болатын. Сонда В жауабына сәйкес келеді. Я, дұрыс. Келесі. Сілтілік металл деп отырғанымыз. Бұл жерде қайсы? Біз бірінші топтағы металдарды іздейміз, я, сілтілік металл дейтін болса. Онда мына жерден қарау керекпіз. Сілтілік металл, ол бізде натрий болады. Я. Түсінікті болып жатыр ма? Оксидтердің негізді қасиеті әлсірейді, қышқылдық қасиеті қайсысы қатарда күшейеді? Давайте білетін болсақ, мен бұл сұрақтарға аса қатты тоқталмаймын. Енді қараңдар, когда бізде оксидтердің негізді қасиеттері, яғни күшейетін, егер мысалы бірінші А вариантында көрсетейін, я? Хром О3, хром О, хром 2О3 дейді. Енді бұл жерде негізді қасиет көрсететін
бізде қандай қосылыс? Себебі негізі қасиет көрсететін бізде хромда қараймыз, ол бізде +6 тотығу дәрежесіне тең. А мына жерде ол -2 +3 тотығу дәрежесін көрсетеді, мына жерде. А мына жерде бұл +2 тотығу дәрежесі. Енді қараңдар, бізде төмен болатын болса, ол бізде негізді қасиет көрсетеді. Ал хромның ең жоғарғы оксиді, яғни ең жоғарғы валент тотығу дәрежесі +6, ол бізде қышқылдық қасиет көрсетеді. Сондықтан бұл жерде керісінше қышқылдықтан негізге қарай кетіп жатыр, ол болмайды, иә. Вода бізде натрий, иә, В жауабы болады. Назира Ерғуан, бізде бұл натрий негізді қасиеттен қышқылдыққа қарай артып жатыр. Яғни, мысалы, натрий бізде негізді қасиет күшті ғой. Яғни, бізде фосфор 2O5. Бұл жерде, яғни, фосфор оксидінің қышқылы бізде қандай? H3PO4, иә, орта фосфор қышқылы. Яғни, бұл жерде негізді қасиет артып жатыр, иә. Негіздіктен қышқылдыққа қарай артып жатыр. Сондықтан бізде бұл В жауабы болады. Қышқылдық. Қалған жауаптар болмайды. Себебі мына жерде 4 жауап, мына жерде күкірт бізде бұл жерде қышқылдық қасиет болады, керісінше. Мына жақ қарай негізді қасиетке қарай өсіп жатыр. Мына жерде олар екі дайлы элементтер, мырыш, хром деген. Керісінше қышқылдыққа қарай бұл жерде хром екі дайлы болып табылады. Сондықтан В жауабын сендер нетесіңдер дұрыс деп белгілейсіңдер. Негіздіктен қышқылдыққа қарай бұл жерде өсіп жатыр. Енді гидролизге ұшырайтын тұз, гидролизге ұшырау үшін мына жерде кестеде көрсетіп отырмыз сендерге. Күшті негізбенен әлсіз қышқыл, немесе әлсіз қышқылмен әлсіз негіз болу керек. Күшті қышқылмен мына жерде біз каждый вариантты не істейміз, талдаймыз. Бірінші А вариантынан бастайтын болсақ, калий КС4 ол бізде калий OH пенен мысалы H хлордан құралған, иә, мысалы. Калий OH бұл жерде қараймыз, иә, күшті негіз. Ал H хлорды қарайтын болсақтар, міне мына жерде ол H хлор ол тоже күшті қышқыл. Сондықтан бұл жерде гидролиз жүрмейді. Ары қарай натрий КС4, натрий OH бұл жерде күшті, HКС4 тоже күшті. Сондықтан натрий КС4 біреу бізде уже нема? Күшті ма? Значит, все, келесі кальций карбонатын ешқандай талдап уақыт кетірмей-ақ қойыңдар. Натрий сульфаты бізде бұл жерде не болып тұр, иә? Дұрыс жауапқа сәйкес келмей тұр. Натрий NO2-ні қараймыз. Натрий NO2, яғни натрий бізде гидроксиді күшті негіз, ал HNO2 ол әлсіз қышқыл. Сондықтан бұл екеуінде гидролиз жүреді. Орта қандай болады? Орта бізде негіздік болады, иә? Енді калий КСО3 де солай. Калий 2SO3 бізде калий OH пен HKSO3-тен құралған. HKSO3. Калий OH күшті негіз, HKSO3 ол әлсіз қышқыл. Мына жерден қарап отырсыңдар, мен сендерге кестеде барлығын беріп қойдым. Міне калий OH. Сондықтан осы жауап дұрыс болады. Натрий NO3 келмейді, себебі натрий OH бізде күшті, HNO3 та күшті. Күшті мен күшті қосылса, онда гидролизге ұшырамайды. Сондықтан бұл жерде дұрыс жауап С жауабы болады. Түсінікті болды ғой, да? Мына кестені сендер маған жекеге жазып алсаңдар болады. Кстати, давайте осы видеоға көбірек лайк басып, басқа да оқушылардың көруіне себепші болайық, иә? Осы видеоға міндетті түрде қазір лайк басыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір прям қанша оқушы отыр, соның барлығы лайк басып шығыңыздаршы. Түсті алу, беру балансы сақталсын, мен сіздерге уақыт бөліп сабақ өтіп жатырмын, және содан кері байланыс алсам, маған да бұл приятно, иә? Еще сабақ өтуге деген уже желание болады, шабыт ашылады. Окей? Давайте енді қара түсті тұнба тізіле жүретін реакция дейді. Енді қараңдар, қара түсті тұнба бізде мына жерден суреттен көрсетіп отырмын, қара түсті тұнба. Яғни бізде біріншісінде бізде қорғасын сульфиді түзіледі, және бізде не түзіледі?
CH3 COH я сірке қышқылы түсіледі. Яғни мына бізде қорғасын сульфиді қара болып табылады. Сондықтан А жауабы сәйкес келеді. Уже сендер біреу сәйкес келсе, қалған барлығын не істеп талдап отыру қажет емес. Әлсіз бен әлсіз болса гидролизге ұшырайды. Бізде күшті ме күшті болса ғана гидролизге ұшырамайды. Әлсіз бен әлсіз болса, ол гидролизге ұшырайды. Ол кезде толық гидролиз денеді. Все, түсінікті болды. Енді басқа да сендер тұнбалының түстерін естере сақтаңдар. Мырыштың сульфиді ол ақ түсті тұнба, кадмийдің сульфиді ол бізде сары түсті, марганецтің сульфиді бізде күлгін түсті, мыстың сульфиді қара. Түсті сульфидтердің барлығында көрініп тұр. Және бізде тұнбалардың түстерін барын толығымен бізде кітапта берілген соңғы жағында. Немесе кестені де дәл маған жазып алсандар болады. Дәл сол тұнбалардың түстері бойынша сендерге сұрақ келсе, сол кесте бойынша қиналмай таба аласыңдар. Окей? Айша. Давайте мен чатты қарап отырмын. Келесі алифатты қосылыс. Алифатты қосылыс деп отырғанымыз, ол бізде қаныққан көмірсутек. Қаныққан көмірсутек бұл жерде қайсысы болады? Яғни қаныққан ол бізде CnH2 плюс 2 деген формулаға сәйкес келетін барлық көмірсутектер. Яғни бұл деп отырғанымыз гексанға сәйкес келеді, ол бізде С6H14-ге. Сендерге формула түрінде де келу мүмкін, немесе атауы түрінде келу мүмкін, екеуін де естеріңе сақтаңдар. Келесі сұрақ 3 метил бутин 1 сигма байланыс саны дейді. 3 метил бутин 1-дегі сигма байланыс санында міне біз бутин дейтін болсақ, 4 көміртекті орналасамыз. Бутин 1 деп тұр, мына бізде қос байланыстың, яғни орнын көрсетеді, яғни 3 байланыс бар, осының орнын көрсетіп тұр. Енді біз номерлейтін болсақ, 1, 2, 3, 4 дейтін болсақ, үшінші көміртекке метил радикалын жалға дейді. Жалғадық. Қалғандардың бәрін енді бутин 1 деп тұр ғой. Бірінші көміртекте бұл алкиннің өкілі болғандықта, бірінші көміртекке кейін қос байланыс қоямыз. Енді біз көміртектің бізде 4 валенттілігі сақталу керек, сол бойынша қалған сутектермен толықтырып шығамыз. Біріншісінде бір ғана сутек жетіспейді, екінші көміртекке сутек керек емес. Үшінші көміртекке бізде бір сутек керек. Одан кейін төртінші көміртекке тоже бір сутек керек. 3 сутек керек. Енді біз бұларды сигма байланыс көрсету үшін міндетті түрде қараңдар. Мен CH-тарды бөлек-бөлек орындармен бірге жеке-жеке жазып шығамын. Яғни H-тарды арасын ашып та, мына жерде 1, мынаның үстіне H. Не үшін? Қазір мен сигма байланыстар санаймын. Енді қараңдар. Бұл жерде ескеру керек нәрсе, мына 3 байланыстың біреуі пи байланыс болады, қалған екеуі сигма байланыс болады. Енді мына жерде бірінші сигма байланыс бар, екінші сигма байланыс мына. Және басқа түспен көрсетейін да. Міне мына біріншісі сигма байланыс, екінші сигма байланыс, бізде үшінші сигма байланыс, төртінші сигма байланыс, бесінші, алтыншы, мына жетінші, астында 8-ші болады, 9-шы, 10-шы, 11-ші, 12-ші. Көріп тұрсыңдар, 12 сигма байланыс. Каждый сутекпен байланысқан арасын барлы, бізде бір дара байланысын барлы, бізде сигма байланыс болып табылады. 12-сі. Бір сигма, 2 пи байланыс. Енді қараңдар, мына жерде біз уже 12 екенін тауып алдық. Енді келесі сұраққа өтеміз. Фридрих-Крафтс реакциясы деп отыр, яғни бұл деп отырғанымыз бізде толуол алу реакциясы, бензолдан. Бензолдан толуол алу үшін оны хлорметанмен қосамыз. Мына жерде қараймыз. Хлорметан бензол қосылатын болса, яғни мына бір сутектің орнын бізде не түзіледі? Метил радикал басады. Сонда мынау метил бензол, немесе ионның екінші атауы толуол.
толуы, иә. Және бізде не түзіледі бұл жерден? H хлор түзіледі, иә. Метилбензол немесе екінші атауының толуы бұл жерде шықты. Енді ары қарай біз уже Фридель-Крафтс реакциясын осы бойынша, яғни есімізде сақтаймыз. Дальше аммиак фосфор қышқылымен 2:1 қатынасында түзілетін деп тұр. Яғни аммиак, қараңдар, фосфор қышқылымен H3 болып тұрды ғой. 2:1 қатынас деп отырсақ, міне бізде қараңдар, NH4 бұл жерде 2 еселенген H4 түзіледі. 2-де сол кезде мына жерде метилдің, яғни аммиактың алдында 2 коэффициент бар, және бізде фосфор қышқылының алдында ешқандай коэффициент жоқ. Сондықтан осы жерде айтып отқаны 2-ның 1-ге қатынас деп отырған сол. Енді мына жерде бізде аммонийдің несі болады? Аммонийдің бізде қай жауап болады? Я гидрофосфаты болады. Дальше. Енді мына жерде айтады біріншілік және үшіншілік көміртек саны. Давайте қай жауап болады? Прям осы жаңа мен неге группаға салған кезде прям осы сұрақтар көпшілік. Біреу үшіншілік дейді, біреу біріншілік дейді. Осы жерде мына 10-шы сыныптың бірінші бөлімін көрсеткім келеді. Екінші бөлімдегі фотоны көрсеткім келеді қазір. Қазір сендерге көрсетейін кітаппен, я. Давайте өз варианттарын жаза беріңдер, қайсысы болатын. Давайте қазір көрсетіп жүрейін осы жерден 10-шы сыныптың екінші бөлімде. Біз біріншілік, екіншілік, үшіншілікті біз қалай естеміз, анықтаймыз. Міне 13-ші сызба нұсқа, бұл 10-шы сыныптың екінші бөліміндегі. Қазір оны мына жаққа көшірейін, сосын анықтап сендерге көрсететін боламын. Енді қарайық. Мына жерде біріншілік деп отырғанымыз, яғни айтып отырсыңдар, бір көрші көміртек атоммен байланысқан айтамыз. Екіншілік деп екі көрші көміртек атоммен байланысқан. Ал үшіншілік болсын, ол үш көрші көміртек атоммен байланысқан болу керек. Ал төртіншілік болсын, жаңағыдай төрт көміртек атоммен байланысу керек, я? Енді давайте қарайын. Қайсысы болады деп ойлайсыңдар? Енді мен мынау бізде кітапта берілген, яғни сызба нұсқадағы
бізде көмірсутек. Енді мен өзімнің, яғни сұрақ бойынша берілген көміртекті қарастыраймыз, я. Көмір CH3, мына жерде CH, OH и CH3. Біріншілік 2, үшіншілік 2 дейді, я. Енді қараңдар, бізде біріншілік, міне, мынау бізде біріншілік. Я? Біріншілік көміртек, мен көрсетейін. Мынау бізде біріншілік көміртек. Яғни бір көміртек атоммен ғана байланысып тұр бұл жерде. Сонда бізде қараңдар, мынау бізде біріншілік. Сонда бізде біріншілік көміртектің саны 3. Ал үшіншілік бізде, міне үшіншілік, яғни 3 көміртегімен байланысқан. Және бізде үшіншілік көміртек біріншілік дейді, екіншілік дейді. Мынау бізде үшіншілік, я. Сондықтан бұл жерде біріншілік 3, үшіншілік 2. Давайте-ка чатты қарай жүрейін. Үшіншілік біреу емес, үшіншілік 2. Әртүрлі. Давайте енді сендерге наурыз ұбыты кіретіндерің болатын болса, егер осындай сұрақ келетін болса, осы Д вариантын бересіңдер, сендерді айтатырым, дұрыс болады. Ол жерде сендер қарияласыздар, сол сұрақты естеріңе сақтап қалыңдар да, нешінші сұрақ екен. И мына кітаппен сендерге дәлелдеп көрсетіп отырмын ғой. Сол кезде осы вариант белгілесіңдер, сендер толықтай сол сұрақтардың жауабымен дұрыс болатын болады. Келесі, қосылыстың 1 литрінің қалыпты жағдайдағы массасы дейді 3 бізде 125 дейді. 1 литрде 3,125. Енді алкеннің формуласы дейді, 22,14 қалыпты жағдайда деп өзі айтып отыр ғой да. Сондықтан ол жерде x дейміз. Сол кезде бізде шығады 70, я. Ол 70 қайсына сәйкес келеді? Пентенге сәйкес келеді. Пентеннің формуласын давайте чатқа жазайық. С5 H10, я. Ол мр'n есептейтін болсаңда, бұл кезде, яғни 70-ге сәйкес келеді. Арғалай, бізде тепе-теңдікті жылудың сіңіру бағытына, мынау бізде бұл бізде эндотермиялық реакция. Эндотермиялық реакция болатын болса, бізде мына бағыт эндотермиялық реакция үшін керісінше болады. Мысалы, қараңдар, бұл жерде бірінші қарай қысым әсер ете ма бұл реакция теңдеуіне? Қысым әсер етпейді, я? Не үшін? Себебі азоттың алдында 1 деген коэффициент бар, оттектің алдында 1 деген, екеуін қосқанда 1, ол 2-ге тең, екі жақта бірдей болып тұр. Сондықтан қысым ешқандай да бұл неге әсер етпейді. Енді температураны арттыру бола ма, кеміту бола ма? Енді соны қарайық. Егер температураны арттырсаңдар, міне, егер бұл плюс экзотермиялық реакция үшін бұл кесте. Бізде температураны арттырсақ, тепе-теңдік солға ағысады. Жылуды сіңіру бағыты дегеніміз керісінше оңға ағысу керек бізге. Енді температураны арттырған кезде экзотермиялық реакция үшін солға болатын болса, эндотермиялық реакция үшін оңға болады. Соқты ма? Сондықтан С жауабы бұл жерде дұрыс болады.
Дальше құрамында 20% болатын алеум үшін дейді, бізде не болған күкірт қышқылының 49% болатын 300 грамм ертісте қосу қажет күкірт ангидридінің жалпы массасы. Давайте енді сендерге сурет салып бұл жерде көрсетейінші. Алеумнан кімде проблема бар? Алеум есептерінен. Кімде алеум есептерінен проблема? Яғни ол қиын, я, сендерге мысалы алеум есептер. Давайте бірінші қарайық. Мына бізде алеумдікі, я. Алеумның проценті 20%. Яғни бұл күкірт ангидридінің несі? Самасын көрсетеді, я, 20%. Жалпы оныкі айтады сендерге. Бұл жерде бізде 20%, қалғаны бізде HKS4, ол 80%, я. HKS4 бұл жерде 80%. Сразу алеум 20% дейтін болса, сендерде алеум дегеніміз HKS4 пен күкірт ангидридінің екеуінің несі ғой? Екеуінен тұрады ғой алеум, сондықтан 20% күкірт ангидридіне, 80% HKS4-ке тиесілі деп сразу жазып аласыңдар. Енді сендерге айтып отыр 49% ол HKS4-кі деп отыр, я? 49% дейді. Сендерге енді 300 грамм деп отыр. Мынау бізде 300 грамм, яғни бұл бізде мынау алеум болатын болса, алеум дейін. Мынау бізде HKS4 қоя. Енді күкірт қышқылының ертіндісі болғандықтан 49% ол HKS4-ті көрсетті, қалғаны бізде су, яғни 51% су деген сөз. Енді бізге сұрап отыр күкірт ангидридінің қанша, яғни жалпы массасын дейді. Бірінші біз не істейміз? Бірінші бұл есепте, осында есеп кезінде бірінші біз, ясында шығарған болатын болсындар, 925 екенін білесіңдер, яғни шығармағандар үшін мен қазір толығымен осы есепті шығарып көрсетемін. Бірінші біз масса нені тауып аламыз? HKS4-ті тауып аламыз. Себебі бұл жерде беріліп тұр 300 граммның несі? Біз 49%-ін тауып аламыз. И 100-ге бөлеміз. Сонда бір 3-ке көбейтетін болса, 49 3-ке көбейткенде 147 болады. Ол бізде 147 HKS4-дің массасы. Енді біз бұл жерден нені тауып алу керекпіз? Судыкін тауып алу керекпіз. Енді судыкін алып тастасақ болады. 300-ден 147-ні. Сол кезде ол жерден 151 шығады. Енді біз осы су бізде күкірт ангидридімен қосылады да, бізде HKS4 түзіледі. Осы 151-ді алып ненің үстіне қоямыз? Судың үстіне қою арқылы SO3-тің массасын тауып аламыз. Мына 151-ді қойдық. Енді біз SO3-тің массасын тауып алу керекпіз. Түсінікті ма? 153 деген, кешірім сұраймын, 153. 153-тен енді SO3-тің массасын табатын болсақ, енді кейін HKS4-ті тауып аламыз. Бірінші мынау судыкін тауып алайық, ол 18. Ал ненікі SO3-тікі ол 80-ге тең. Енді екеуін көбейтетін болсақ, 153-ті 80-ге көбейтіп бөлеміз. 153 көбейту 80 бөлінген 18, бұл 680-ге тең. Ал енді бұл жерден Y нешеге тең? Мынау 98. 153-ті 98-ге көбейтеміз и бөлеміз 18-ге. Бұл жерден бізде Y болады 833 қой, дұрыс қой? 153 көбейтілген 98 бөлінген 18. 830 шықты. Енді бізге күкірт ангидридінің жалпы массасын тап деді. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші SO3-тің массасын тауып аламыз. HKS4-тің тауып алайық, сосын енді қараңдар, мына бізде 833. Сендер енді осы 833 арқылы біз 20%-тік алеумның массасын тауып алмаймыз ба бұл жерден? Яғни, сендерге 833 арқылы біз 833 қазір
833 жазайын мына жаққа. И 147 жазамын, міне. Мына екі шама. Екеуін қосамыз. Бұл жерден бізде шығады 970, 980 шығады. Қараңдар, 980 тауып алдық. Енді бұл 980. Бізде алеумның проценті мына жақта бізде 20% көрсетіп тұр, я? Ал күкірт қышқылынікі 80%. Қараңдар, мына 980 бізде H2S4-тің массасы ғой. Сондықтан біз мынаны 80% дейміз да, 20% алеум ішіндегі күкірт қышқылының массасын тауып аламыз. 980-ді 20-ға көбейтіп, 80-ге бөлек. 980-ді 20-ға көбейтеміз и 80-ге бөлеміз, я? 980 көбейту 20, 980 көбейту 20 бөлінген бізде 80. 245 шығады. Енді қараңдар, бізде бастапқы кездегі біз жалпы күкірт ангидридің массасын табатын. Біздегі күкірт SO3-тің массасы бізде белгілі ол 680. Я? Осы 680-ге міне мына SO3-тің массасы. 245-ті қосатын болсақ, бізде не шығады? М SO3 шығады. М SO3. Сендерге көрініп тұр ма? Кстати, мен жазуым кедергі келтіріп жатқан жоқ па? Бөлінген бізде 80. Жазуым кедергі келтіріп жатыр екен, да? Мына жаққа жазайын онда. М SO3 осы 245-ке қосамыз 680-ді. Сол кезде бізде жалпы 925 деген күкірт ангидридің жалпы массасы шығады. Түсінікті болды ма осы алеум есебі? Давайте оқушылар. Мына жерде 20 адам қарап отыр да, но бізде 4 қана лайк басылған. Барлығымыз қарап отырған соң, міндетті түрде кері байланыс жасайықшы, алу беру балансы деген сақталсын. Давайте жеткізіп тастайық. Міндетті түрде лайк басып кетіңдер. Және каналға тіркеліңдер. Каналға тіркелмей қарап отырғандар қаншама. Все, енді келесі полимерлерге тән қасиет деген бізде сұрақты қарастырамыз. Бұл бізде 19 болды, я? 20-шы біз контексттен бастау керек едік, я? Контекст қазір. Контекст бізде 20-шы, я? Қазір контекстке өтемін. 20-шы бізде 4 тонна көміртек деген сұрақ. 4 тонна көміртек пен кремний қоспасын жағуға 4-48 литр оттек жұмсалды дейді. Қоспадағы нені әр элементтің массаларын табу керек біз. Я? Давайте. Контекст бізде 20-шы, я? Бұл жерде қараңдар, бұл біздегі көміртек пен кремний қоспасын жағуға деп отыр. Яғни бұл бізде жүйемен шығарылатын есеп. Бірінші, мына жерде сендер 4-48 литр оттектікі берілді. Значит, бірінші біз оттектің несін 4-48 литр бойынша оның зат мөлшерін тауып аламыз. Қазір біз осы бойынша жүйе құрамыз. Бірінші жүйе ол массасы бойынша, екінші жүйе оның зат мөлшері бойынша құрылады. Сол кезде мына жерде 0,02 моль шығады, я? Егер біз көміртекті X деп алатын болсақ, кремнийді Y деп алатын болсақ, екеуіндегі жүйе былай құрылады, я? X пен Y-тің қосындысы ол, яғни бірінші массасы бойынша құрамыз, 4 тонна берілген ғой. Бірінші көміртектің массасы 12, ал кремнийдікі бізде 28. Сонда 12X плюс 28Y. Қазір мен өшіріп жіберейінші. 12x плюс 28y ол тең бізде. Давайте 12x плюс 28y бұл тең бізде 4 тоннаға, я? Ал бізде көміртектің зат мөлшері, яғни зат мөлшері бойынша ол плюс x плюс y ол нешеге тең? 0,12
оннан 2-ге тең. Бұл жерде реакцияны жазып уақыт кетірмей қойыңдар. Екінші немесе мынаны как алгебрадағы сияқты x-тен тауып, яғни x-тен y-ті табу арқылы, x-тен 0,2 минус y деп орнына қоюға болады. Мен көбіне осы методты қолданамын, яғни екінші бізде жүйеге нені көбейтеміз? 12-ні көбейтеміз. Немесе 28-ді көбейтсеңдер болады. Енді қараңдар, бірінші теңдеуді дәл солай жазып қоямыз. Тең 4 деп. Ал екіншісін біз көбейтеміз нешеге? 0,2-ні 12-ге көбейтеміз. Сонда 12x плюс 12y тең бізде 2,4 болады. Енді азайтайық, сол кезде x-тер жойылады. X болмайды. Сонда бұл жерден 16y тең 4-тен 2,4 алғанда бізде 1,6 болады. Сонда y-тен қайттан 0,1 шығады. Енді бізге әр элементтің массасын сұрады ғой, бізде y деп отырғанымыз ол неге тең? Ол y деп отырғанымыз бұл бізде кремний. Кремнийдің массасын табу үшін осы 0,1 мольді өзінің атомдық массасы 28-ге көбейтеміз. Сол кезде ол 2,8 екен белгілі. Қараңдар, басқа вариантта 2,8 жоқ. Сондықтан көміртекті есептеп жатып уақыт кетірмейіндер. Көміртектікі 0,1-ді 12-ге көбейтсең 1,2 ғой енді. Сондықтан бұл жерде С жауап дұрыс болады. Сөкті ма? Давайте енді контекст бізде 21-ші, ол белгісіз А заты деген, Енді қараңдар, контекстте бізде айтады, органикалық еріткіш ретінде деп тұр. Органикалық еріткіш ретінде бізде молекулалық формуласы C4H8O2 болатын зат кеңінен қолданады деп тұр. Енді қараңдар, осы затты гидролиз дегенде дейді. Яғни бұл деп отырғанымыз этил ацетат. Жалпы қараңдар, бұл этил ацетат общий жазған кезде формуласы C4H8O2 болады. Енді бұны гидролиз десек, яғни су қосатын болсақ, бұл жерден екі түрлі зат шығады. Оның біріншісі CH3OH, немесе бұның екінші атауы, мынау бізде А заты, сірке қышқылы, этан қышқылы деп айтады. Екіншісі ол бізде C2H5OH, бұл этанол, бұл бізде Б заты. Енді айтады, осы затты екеуі де белсенді металдармен әрекеттесетін болса, CH3OH, мысалы, белсенді металл натрий либо калиймен әрекеттесетін болсақ, ол жерден В газы түсіледі дейді. Екеуі де СО калий плюс H2 түсіледі. Екеуінде де. Екінші, біз C2H5OH-ты да біз сутек, белсенді калийға қосатын болсақ, мысалы, бұл жерде де калийдің эталяты түсіледі, C2H5O калий, және бізде сутек бөлінеді. Мына сутек бізде В заты. Енді айтады, А мен Б қосылыстан көміртек атомдарының сандары өзара тең. Бұл жерде көміртек атомдарының сандары өзара тең болады. Екеуінде де екі көміртек, мынада да екі көміртек. Көріп тұрсыңдар ғой, мынада да көміртектің саны екеу, мынада да көміртектің саны екеу. Енді белгісіз А заты бұл не деп тұр? Сірке қышқылы болады. Сөкті ғой? Айтады, жатты қарай жүрейін. Дальше белгісіз Б заты, ол жаңа түсіндер, что ол этанол екен, белгісіз Б заты ол этанол. Қайта жазып естемей қойын. Енді сіздерге айтады, этанолға, этанолға біз не қосатын болсақ, натрий ас судасын қосатын болсақ дейді. Бұл жерде жауап қайсысы болады? Істеген болсаңдар білесіңдер, жаңа менің. Бізде C2H5OH-қа не қосылады? Ас содасы деп отырған формуласы натрий HCO3.
натрий HCO3 қосқан кезде түзілген газдың көлемі деп отыр да. Бұл жерде бізде CH3 C2 H5O натрий болады, я? Натрий и плюс бізде түзіледі CO2 газы и бізде түзіледі H2O. Кімде қанша шықты осы? Біреуінде 2,24 шыққан, біреуінде бізде 3,36 шыққан, я? Қараңдар, бұл жерде 9,12-ні қоямыз, я? Мына жерде теңестіретін болсақ, натрий H мына жақтан бізде 2 болып тұр. Сутектің саны 3, мына жақта 5, я? Мына жақта оттек бізде 3, мына жаққа 2 керек қой, я? Солай емес па? Мына жақта мына жаққа 2 қоямыз, мына жаққа 3 қоямыз, да? Потом мынау да бізде 2 болады. Енді көміртектің саны CO2-нің алдына да бізде мына жаққа 3. Мына жаққа 3 көміртек керек. Себебі мына жақта 2 ғой. Үшеу болады, мына жақта 4, мына мен 5 болып тұр. Қарап тұрсыздар ма? Мына бізде 4, 5, мына жақта көміртек 6. И судың алдына бізде 3 қоямыз. Дұрыс қой? Я, 9,2-де X болады, 92-де 22,4 болады. Сол кезде бізде 2,24 шығады, я? Дальше. Азаттың сілтілік металмен әрекеттескендегі реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы деп тұр. Енді қараңдар, реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы деп отырғанымыз, бұл жерде, яғни азаты деп отырғанымыз, бізде CH3, COH, я? Сілтілік металмен әрекеттескен кезде, мысалы, натриймен әрекеттескен кезде, ол жерде бізде CH3, CO натрий шығады, және сутек шығады, я? Мына жерде алдына 2 қоямыз, и CH3, COH-ның алдына 2 қоямыз. Сол кезде барлық коэффициенттің саны общий бізде 7-ге тең болады. Все.
Все, енді келесі. Енді қараңдар, бұл жерде бізде былай тұр, я. Азаттың құрамындағы металдың массалық үлесі деп отыр 40% болса дейді, 14,7 грамм ас тұзын, 17 тұзын деп отыр. Яғни осы біз азатының тұзын алу керекпіз. Соған сілтімен өңдеген кезде түзілген газды жағу үшін жұмсалған ауа көлемі деді. Енді қараңдар, азаты бізде белгісіз, я. Сондықтан біз тұзы екен білмейміз, қандай металл екен. Бізде азаты CH3COH болды ғой, осының орнына белгісіз бұл металл келеді, я. Енді қараңдар, бұл жерде массалық үлесі 40% деп отыр. Егер сендерге массалық үлесі мынанікі бізде 40% болатын болса, онда бізде 40% болып тұр, я. Осыған газды жағу үшін дейді. Яғни біз былай 40%-ті 0,4 деп аламыз, я. Ал бізде металл белгісіз. Металды қалай табыламыз? Металл және металды 39-ға қосамыз, я. Сонда қараңдар. Металл, мына жерде қараңдар. Мынау 40%. Енді мынаның 59-ға. Мынау бізде қараңдар 59 шығады. Мына 12, оған 3-ті қосамыз, оған 12-ні қосамыз, оған 32-ні қосамыз. Сол жерде, мына жерден бізде 59 шықты. Енді бұл жерден металл қайсысы екенін тауып аламыз. Сол кезде металл 0,4-ті металды табатын болсақ, көбейтеміз, я. 0,4. Бұл жерден бізде металл 39 шығады, я. 39-ға сәйкес келетін. Біз уже тауып алдық оның калий екенін. Енді біз жазамыз калий. Бізде калийдікін, бұны не істеді деді? Газды жағу үшін деді. Яғни калийді бірінші сілтімен өңде деді. Сол кезде бізде CH3CO CH3 бізде шығады. Қазір бізде CH4 шығады газы және калий 2CO3 шығады. Міне газ деп отырғаны осы метан газын айтады. Осы метан газын еще арғарай оттекпе қосқан. Сол кезде бізде CO2 мен H2O түзіледі. Енді бізге айтып отыр 14,7 грамм ас тұзын деп отыр. Бірінші осы арқылы біз тауып алу керек метанның көлемін. Мынау бізде есептек, мынау бізде 22,4 тең болады. CH3CO калийді есептек. CH3CO калий бізде 12, 15, 15-ке 12-ні 27, 27-ге 32 плюс 39. 98 шығады, я? Осы жерден 98-ден 14,7 көбейтілген 22,4 бөлінген 98 дейміз. Осы жерден бізде 3,3 шығады. 3,3-ті метанның үстіне қою арқылы біз оттектің көлемін табу керекпіз. Бірінші 44,8 болады, а мынау бізде 22,4 емес па, я? 3,3-ті 44,8-ге көбейтіп 22,4-ге бөлек. Сол кезде бізден 6,6 шығады, я? Қазір мен көбейтейін. Көбейтек 3,3 көбейтеміз 4-те 48-ге. Біздің видеоңыз кедергі дейді қазір. Қазір мен кішірейтемін. Шо, енді көрінді ма?
мына жаққа қарай жылжыттым. Давайте қайттан 14-те 7-ні көбейтеміз. 14,7. 17-ні көбейтеміз 22,4-ге. И бөлеміз 98-ге. 3-те 36 шығады. Мына жерде. Әсе 3-те 36 болады. 3-те 36-ны 4-те 48-ге 3-те 36-ны көбейтеміз 44,8-ге, бөлеміз 22,4-ге. Сол кезде шығады 6,172. Енді қараңдар, 6,172, ол жерде жұмсалған ауаның көлемі 20% деп отыр. Сондықтан 6,172-ні не істейміз? 100-ге көбейтіп 20-ға бөлеміз. Сол кезде шығады сендерде 20-ға бөлгенде 33,6 деген А жауап шығады. Енді бізде шығады төртінші сұрақ жаңа болар талдап болдық. 14-ті талдадық. Көртен кейін тадырадық. 33 енді полимерлерге тән қасиет көрсетейін. 11 сыныптың бірінші бөлімінде тұр, 121 бетте тұр. Осын көрсетіп жүрейін. Кстати, сендерде хабарландыру бізде яғни интенсив курсқа қабылдау әлі де жүріп жатыр. Кеше бізде кіріспе сабақ болды. Енді ары қарай біз не істейміз? Дайындықты ұбт-ға дейін жүргіземіз. Қазір сендерге біз интенсив курсқа жазылатын болсанда, сендерге нұсқалық талдаулар тегін болады. Сондықтан да дәл қазір нұсқалық талдауларға 10 000 теңгелік жеңілдікпен жазуға болады. Бізде ол сабақтар айына, яғни аптасына 3 рет, бізде айына 12 рет болады. Яғни 12 рет кездескенімізде біз толықтай барлық нұсқаны талдап, толығымен дайындаламыз. Интенсив курста сендерде бір плюсы, бұл жерде нұсқалық талдауға тегін қатыса аласыңдар, нағыз ұбт-ға тегін қатыса аласыңдар. Еще сендерге плюс тақырып бойынша қатысамыз. Енді қазір көбісінің проблемасы осы теориялық сұрақтар ғой. Теориялық сұрақтарларды біз міндетті түрде көрсетеміз. Сендер вообще тестті құрастырған кезде, ұлттық тесттеу орталығында көбіне бұл кітаптан алына отырып негізделеді. Себебі сендер апелляцияға беретін кезде де, дәлелдейтін кезде де осы кітаппен дәлелдейсіңдер. Енді қараңдар, мына сұрақта мен көрсеткім келеді. Полимерлерге тән қасиет деп отыр, Полимерлерге тән қасиет бұл жерде айтып отыр, суытқанда қайта қалпына келеді. А вариантымна қарайық. Бұл жерде айтады. Қыздырғанда пішінін өзгертіп, салқындатқанда жаңа пішін сақтайтын полимерлер негізінде алынған. Яғни суытқанда қайтадан қалпына келеді ғой. Сендер мына сұраққа қалай жауап бердіңдер? Одан кейін бізде берік деген сөз, берік деген сөз бізде бар ол міне. Полипропилен. Сосын айтып отыр, бұл бізде жеңіл. Полиизобутилен бұл бізде жеңіл. Енді берік емес деген болмайды. Электр тоғын бұл өткізбейді. Жақсы ерімейді, тек бұл органикалық еріткіштерде ериді. Яғни екінші кітаптың несі бар, ол сыйған жоқ, органикалық еріткіште бар. Енді қарасаңдар 11 сыныптың бірінші бөлімін 121 бетін ашып қараңдар, сол жерде осы пластмассалардың қасиетін барлығы көрсетілген. Иілгіштік қасиеті бір қыздырғанда пішінін өзгертеді деген бар. Мүмкін сендерге басқалай келуі мүмкін. Қолмен ұстағанда май тәрізді білінетін түссіз зат, жұқа қабыршақтар түссіз, қанша градуста 850-900 градусқа дейін қыздырғанда жұмсарады. 1050 градуста балқиды деп тұр. Полиэтилен ешқандай еріткіштерде ерімейді деп тұр. Су өткізбейді деп тұр. Көріп отырсыңдар ма? Осы жерден сендер уже көре аласыңдар. Енді мен сендерге айтқым келгені, жаңа мен айтып өттім ғой, сендерге 45-тен 45-45-тен 40 балл алуға қазір мүмкіндіктерің бар. Бірақ мен айтпаймын 0 балдан сендер сразу 40 балл аласыңдар. Егер сендер деңгейлерің 10-15 балл болатын болса,
онда сендерде 1-45 алып кету мүмкіншілігі өте төмен. Дайындықты қалай екі еселейсіңдер, иә, кітаппен жұмыс жасайсыңдар, еще плюс нұсқалық талдайсыңдар, иә, сол кезде сендерде нәтиже болады. Бірісі 121 бет. Сондықтан қазір мысал көп оқушылар айтады, апа мен курсқа қатысып қойдым, алып қойған курсым бар, бірақ ол қаралмай жатыр деп, иә, мен қалай дайындықты жүргізуді білмеймін. Именно вот соңғы уақытта дайындықты қалай жүргізуді білмейтін оқушылар өте көп. Сондықтан да қазір именно сендерде уақыт бар кезде, яғни қазір сендерде былай айтқан кезде ақшаларың бар, ата-аналарың айтсындар, вот мен нәтиже шығарам дейтін болса, кез келген ата-ана, яғни бөліп төлеумен болсын қосылуға рұқсат береді. Просто сендерде өздеріңде андай мен не істей аламын, мен 40 балл жине аламын деген сенімділік болу керек та. Ал сенімділік қай уақытта пайда болады? Сенімділік білімді болған кезде пайда болады. Ойлашы, сен 1-2 есеп басында сенімсіз, вот мен білем, курсқа маған келген кезде солай сенімсіз болып келеді. Даже мен оған дейін до и после видеоларын түсіріп аламын. Басында олар даже сөйлеуге қорқады, да, бірдеңені айтып қойға, мүмкін ол қате болып қалады деген сияқты. Ал уже 15 балға көтеріледі, одан кейін 20 балға көтеріледі. Уже балл көтерілген сайын олардың білімділігі арта бастайды ғой, сол кезде уже уверенно сөйлей бастайды. Түсікті ғой? Сендерде де сондай, даже вот гранттың ұбытысын тапсыратын кезде сендердің балдарың төмен болатын болса, онда сендер уже топ универге жазуға қорқасыңдар. Жүрексінесіңдер, ол жаққа тек 120 балдан асқандар түседі ғой метқа. Мен Асфендияровқа жазбаймын, Муаға жазбаймын деген сияқты, да. Уже 100 балл алған оқушылар уже Ақтөбе, вот сол жақты жазып кетеді ғой, Қарағанды медунивер деп. Ал оның вообще өзінің қалауы, бірінші өздеріне сұрақ қойыңдаршы, мен нені қалаймын, қай универге түскім келеді, қай жерде мен оқығым келеді, иә. Өздеріне сұрақ қойсаңдар, әр оқушының өзіндегі сұрақ өзінен табылады жауабы. Просто оған ойланып, осознанно өз-өзіне сұрақ қойып, оның жауабын таба білу керек, да? Түсінікті ма? Просто қазір дайындықты просто уақыт өткізіп жүре бермей, осылай дайындықты жүйелі етіп өткізіңдер. Енді қараңдар. Давайте енді 34 сұраққа келейік. 34 сұрақта құрамында 20% қоспасы бар дейді. Массасы 9 тонна фосфориттен алынған деп отыр. Бізде не? Фосфор ангидридінің массасы деп отыр. Бізде фосфорит деп отырғанымыз кальций 3,4 екі еселенген, иә. Фосфор ангидриді ол F2, O5, иә. Сол кезде бізде кальций О алынады. Енді қараңдар, бұл жерде айтады 20% қоспасы бар. Значит, біз 100%-дан бірінші очередь не істейміз? 20% алып тастаймыз. Сол кезде бізде 80% шығады. 80%-ды екінші не істейміз? 80%-ды массасы 9 тоннаға көбейтеміз и 100-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 7,2 тонна шығады. Осыны біз фосфориттің үстіне қоямыз. Табу керек фосфор ангидридінікі. Фосфор ангидрид деп отырғанымыз фосфордың бисвалентті оксиді. Енді мынау бізде фосфордікі бізде 131-ге қосу керек бізде 142 болды. А мына бізде 310-ға тең. Енді осы жерден x-ті тауып алайық. X 7,2 көбейту 142 бөлінген 310. Сол кезде бізде 3,3 тонна шығады, я? 3,3-ті 100% дейміз да, 85% x деп. Осы жерден естеміз тауып аламыз. 2,8, я? Сонда ол В жауабына сәйкес келеді. Түсінікті болды ма? 31-де тотығу-тотықстану реакциясында X саты деп отыр, және тұз қышқылының алдына қойылатын коэффициент деп тұр, я? Қазір кішкене күтетіңдер. Мына жерде X саты ол бізде қандай? Бұл жерден хлор түзіледі, я? Ой, қазір. Бұл жерден хлор түзіледі. H хлор
плюс калий марганец O4. Бұл жерден хлор 2 түсіледі, калий хлор түсіледі, марганец хлор 2, енді плюс HCO. Енді теңестірейік мына жерде минус 1 тотығу дәрежесі. Сутектікі плюс 1, оттектікі бізде минус 2, марганецтікі плюс 7. Яғни біз электрондық баланс әдісімен теңестіріп аламыз, я? Минус 1 плюс 2 деп. Енді қараңдар, бұл жерде өзгеріс қарап отырсыңдар. Хлорда, я? Хлордікі минус 1-ден 0-ге қарай өсті, я? Значит, бұл 2 электрон не істейді? 5 жереді. А марганец плюс 7-ден плюс 5-ге қарай 2 электрон, плюс 2-ге қарай 5 электрон өзіне қосып алады. Сонда біз 2-де 5 дейміз, 5-те 2 дейміз, я? Сонда хлор бізде 5 қою керек, біз хлор бар жерлерге қоямыз. Хлордың алдына 5 қоямыз. Одан кейін калий марганец O4-ның алдына марганец плюс 2 жерге 2 қоямыз. Енді қалғанын теңестіреміз. Мына жерге калийдің алдына 2 қоямыз, марганец хлордың алдына тоже бізде 2 қоямыз, я? Енді қараңдар, санайық, мына жерде хлор 10 болды. Мына жерде хлордың саны 10. Басқа түспен көрсетейін, да? Бізде хлор мына жерде 10. Міне 5 пен 2 көбейді, мына жақта 10, мына жақта 2, мына жақта ол 4. Сонда 16 болды ғой, а мына жақта хлор біреу ғана. Сондықтан мен H хлордың алдына 16 қоямын. Түсінікті ма? Енді сутек мына жақта 16 болса, мына судың алдына 8 қойылады. Енді сендер айтты, тұз қышқылының алдына қойылатын коэффициент деп тұр. Сонда тұз қышқылының алдына қойылатын коэффициент 16, ал оның реакциясы, яғни X заты ол хлор. Доменин F болады. Қыздыруға бізде тұрақты оксидтер деп тұр. Қыздыруға тұрақты оксидтер. Бізде кремний оксиді, құм бізде қыздыруға тұрақты. И германийдің оксиді, и кремнийдің эквивалентті оксиді. Все, енді 150 грамм глицинді бейтараптауға қажетті натрий гидроксидінің массасы деп отыр. Бұл қалай болады? Бізде глицин деп отырғанымыз, бұл амин сірке қышқылы, CH2, NH2, COH. Натрий OH-ты қосу керек біз. Сол кезде CH2, NH2, CO натрий. Бұл жерде 2 моль түсіледі, я? Егер оны шығарған болатын болсаңдар, шығармай қоямыз ба? Әлде білеміз ба? Білмейміз ба? Плюс. Мына жерде 150 грамм глицин. Онан табу керек натрий гидроксидінің массасы, я? Қалған барлығы тең болып тұрған сияқты мына жерде HCO. Енді зат мөлшерін тап дейді. Мынау бізде 1 мольға тең. Мынау бізде 100, қазір есептек, бұлынықын 12 қосу 2, қосу 12, қосу 32, қосу мен 59, оған 14 қосамыз, оған 2-ні қосамыз. 75, яна? Сонда 150-ді 75-ке бөлгенде 2 моль шығады. 2 моль деп отырғаны, және зат мөлшері дейді, 2 мольді көбейте салсаңдар болады, массаны табу үшін. 2-ні көбейтеміз нешеге? 23-ті көбейтеміз, қосамыз. 2-ні натрий гидроксидінің амеріне қоса көбейтесіңдер. Сонда ол нешеге тең болады? 80 граммға тең болады. Енді Бренстед Лаури бойынша қышқылдар және негіздер деп отыр. Енді қараңдар, Бренстед Лаури бойынша кітаптан мен кестеден сендерге көрсетіп қойдым. Сабақ сақталмайды оқушылар ренжімеңдер. Ешқандай да сабақты мен ашық доступта сақтамаймын. Себебі бұл өзіміздің бізде курс оқушылар бары интенсив пакетке жазылып, төлем жасаған. Сондықтан олардың ақысына кірмей,
барлығы по честному болсын, иә, сабақтар сақталмасын. Қазір кім қарап алды, вот кім уақытын бөлді соларға. Ал егер сен интенсив курсқа жазылатын болсаңдар, менімен бірге дайындық жүргіземін деп, нағыз ұбт-ға дейін дайындықты менімен жалғастыратын болсаңдар, мен сендерге бұл сабақтың барлығын беремін. Бұл деген сөз менің курсыма келіп заставить етіп отқан жоқ, каждый өзінің таңдауы. Но сендерде міндетті түрде кез келген нәрсенің ақысын төлеп алуға дағды болыңдар, себебі өмірде барлық нәрсе тегін бола бермейді ғой. Сендерде соответственно ақша төлеп оқитын болсын, мен білем, сабақты қалдырмай барлық эфирді қарайды оқушылар. Мысалы, қазір бесплатно ма? Даже тіркелмейді да, вот YouTube каналға. Даже лайк басуды да, комментарий жазуды да. Жай просто ол не ғой? Адамға шабыт береді, бірақ сол элементарный нәрсені өзін жасамайды. Даже кейбіреулер вот нагло жазатындар бар. Апай, нұсқа талдауын маған несін жібересіз ба деп, чекресін жібересіз ба деп. Мен күтіп отырмын ғой. Кітап қайда деп жай жүретін оқушылар бар. Вот сондайларға мен прям кәдімгідей таңғаламын. Вот енді давайте жалғастырайық. Вот қазір мысалы каналға тіркелмей қарап отырғандар да бар. Және лайк баспай, даже кері байлансын, неше түрлі комментария жазып кететін оқушылар бар да. Вот. Ноқ мен барлығын айтып отырған жоқ. Жалпы негізі кез келген нәрсенің өзін білім алдың ба, оған төлеуге дайын бол. Сол кезде сенде соответственно нәтиже де жоғары болады. Себебі Аллах Тағала бәрін көріп отыр, иә. Міне, енді қараңдар, Брэнстед Лаури бойынша бізде қышқылдарды қарайсыңдар. Қышқылдар не істейді? Бізде сутектің катионын береді. Ал негіздер бізде сутектің катионын қабылдайды. Сондықтан бізде В менен Е жауабы болады. Гетерогенді катализ. Вот, гетерогенді катализ сендерге айтатын күшті түсіндіріп айтатын. Менде мына жерде лайфхак бар, иә. Яғни гетерогенді катализ тек қана сендер бұны әрекеттесіп жатқан заттардың несіне агрегаттық күйіне қарамаңдар. Бұл жерде қай вариант болады? И не үшін ол вариант болады? Давайте комментария жазыңдаршы. Апай дұрыс айтасыз. Прям менімен келісетін оқушылар да бар, менімен келіспейтін оқушылар да бар, да. Вот. Вот, мына жерде гетерогенді катализде бізде жауаптар қайсысы болады? Гетерогенді катализде мына бірінші вариантты барлық газ. Және біз катализ, яғни бізде нені? Реакцияның жүруін тездетіп тұрған NO2-де бізде газ. Сондықтан бұл бізде гомогенді катализ. А мына жерде В вариантында бізде яғни ацетилен газ, ал палладий бізде ол қатты зат, сондықтан бұл бізде гетерогенді катализге жатады. А мына жерде газ, NO2 тоже газ. Бұл жатпайды. CH2 никель бұл жерде көріп отырсыңдар ма? Қатты, ол никель кәдімгі металл, иә. Сондықтан бұл жерде Д жауабы сәйкес келеді. Иә, катализаторларға қараймыз, соны келмей тұр ғой. Палладий қатты, сондықтан сосын бізде С6 бұл жарық қатысына деп мағына HU деген NH3-ке O2-ні қоса платина бізде ол тоже қатты, иә. Сондықтан бізде В, Д, Ф жауабы. Иә, катализаторның агрегаттық күйіне де қараймыз. Құрамында хлор бар қосылыстар. Давайте каждыйының біз формуласын жазып шығайық. Пирит ол феррум S2. Сильвин бізде натрий хлор мен калий хлордың көбейтіндісі, иә. Галит. Давайте минералды қосылыстарды кестелесін, осы прям комментарийдің астына кесте деп жазған. Өз номерін қалдырыңдар, иә, міндетті түрде, потому что мен ютубтан жібере алмаймын осы сендерге. Сондықтан өз номерін қалдырыңдар, вот соларға мен чек-листті біртіндеп жіберетін боламын. Дәл осы минералды қосылыстар ұбт-да келетін барлық қосылыстар. Галит деп отырғанымыз бізде ол ас тұзы, иә. Магнезит деп отырған магний о. Мирабилит деп отырғанымыз екінші атауы бұның глаубер тұзы, натрийдің сульфаты көбейтілген ONH2O деген. Екінші атауы глаубер тұзы. Естіген боларсыңдар, да? Бір толы тұз деп отырамыз, калий хлор O3. Енді қараңдар, қайсында хлор бар? Сильвинде бар, галитте бар.
Бертолли тұсында бар. Кешірім сұраймын. Мен камерамды да шашып кетті ау. Все. Сыртқы қабатында 2 электрон болады. Элементтерді. Екінші топтың элементтерін қараймыз бұл жерде. Мына жерде қарасаңдар, бізде бериллий мен магнийде және бізде калий мен стронцийде болады. Сыртқы қабатында бізде 2 электрон бар. Вот міне 23 зритель қарап отыр. Қазір мен айтайын. Мынау мен қарап отырмын. Бұл жалпы охватты көтеріп, еще көп оқушылар көрінуіне себепші болады. Себебі ютубтың алгоритмі как можно сабақ несі лайк санына, комментарийға байланысты ол аудиторияны басқа да ұқсас сендер сияқты оқушылар көрсете береді. Сондықтан давайте қолдап кетейікші барлығын. Каналға жазылып, лайк басу ондай қатты келмейміз. Каналға жазылу сендерге бір плюсы каждый сабақтарды көре аласыңдар. Енді үшіншілік аминді деп отырғанымыз бұл жерде не істеген 3 радикалмен байланысты. Енді қара былай түсіндіремін бұны. Аммиакта өзі NH3. Амин деп отырғанымыз осы бір сутек орнын метил радикалы басатын болса, онда бұл бізде метиламин. Ол кезде сутектің саны 2-ге азаяды ғой. Ал енді бұның саны бізде сутектің 2 сутектің орнын 2 метил радикал басып алатын болса, онда сутектің саны 1-ге азайып кетеді. Яғни мынау бізде метиламин, екіншісі диметиламин. Ал егер 3 сутектің орнында 3 метил радикал басатын болса, бұл жерде тек қана N қалады. Бұл сутек барлығы метил радикал басып алды. Мынау бізде уже 3 метиламин болады. Осылай бізде 3 метил, яғни 3 сутектің орнын басқан формула қандай деп. Мынау бізде жатпайды, мынау бізде жатпайды, Д болады, сосын Е варианты болады. Қалғандары бізде тура келмейді. Мынау бізде біріншілік амин, екіншілік амин, А варианты. Бұл варианты тоже екіншілік амин. Түсінікті? Давайте енді. Все, барлық сұрақ біткен екен. Мен барлығын полностью талдап өттім сендерге, және сендерге естеріңе саламын. Интенсив пакетке жазылуға болады бөлек, және нұсқалық талдауға 10 мың теңге бөлек жазылуға болады. Интенсив пакеттің құны бізде ол 40 мың теңге. 40 мың теңгенің ішіне не кіреді? Толығымен айтып өтейін. 40 мың ішіне бізде 4 модульдің сабағы кіреді. 60-70-ге жуық сабақ. Ол және де қосылып жатыр. Бізде бұл ішіне кіреді нұсқалық талдау. Тегін болады нұсқалық талдау. Именно соңғы потоктың оқушыларына мен барлығына нұсқалық талдау тегін етіп қойдым. И еще сендерге беріледі бұл жерде кітаппен талдау. Яғни біліп отырсыңдар, кітаптың кейбір соңындағы сұрақтар сендерге тестте келіп жүр. Даже кейбір соңындағы мысалы айтайын пластинка есептері дәл сол қалай келеді кітаптағы. Енді санмайындағы сұрақ, сол сұрақтар келді. Кітаппен талдау. Сонда бұл нұсқалық талдау 40 мың теңге сендерге. Және оны бөліп төлеуге де болады. Себебі барлық мүмкіндікті қарастырдық, чтобы оқушылар ешқандай жоқ бізде деп мүмкіндікті жоқ тастамау үшін. Ал одан кейін егер сен 30-35 балл жинап жүрген болса, онда сен уже смело нұсқалық талдауға келсең болады. Егер сенің деңгейің 30-35-ге жетпесе, лучше сен нұсқалық талдау емес, интенсив пакетке жаз. Себебі сен ойлашы, нұсқалық талдауда түсініп отырсаң, мысалы электрон, барлығы жаңағы аминдердің түрлерін ажырата алатын болсақ, мендегі қазір айтып отырған нәрсені сен түсіне аласың. Ал егер сен деңгейің жаңағы 30-35 болмайтын болса, мына тақырыптарды, мынаны сен тез түсіндіргенде сен ілесе алмай қалуың. Сол үшін де мен 10 мың теңгелік нұсқалық талдауға міндетті түрде іріктеп аламын. Төменгі оқушыларды алмаймын, себебі олар
оқытқанмен нұсқалық талдау сабағына қатысқанмен интенсив пакетке барса ода енді әрине нәтиже болады. Ал нұсқалық талдау келетін болса онда ода нәтиже болмайды. Оны бар 30 сұрақ игеру үшін каждый день конспектлеп отыру керек. Все поняла? И потому что оны офлайн оқушылармен, онлайн оқушылармен тестировать етіп көрдім. Даже вот ең соңғы потоктағы оқушыларды офлайнда кәдімгі 15 балл жүрген оқушыларды қазір вот кеше мен наурыз ОБТ тапсырды, ол уже 20 балл. Сонда бір айда ол бір балын 2 еселі алды. Дәл сондай мен дәл осы онлайн топта да осы соңғы потокты солай кетіп көремін. Себебі ол менде офлайнда нәтижесін көрсетті ғой. Онлайнда неге мүмкін емес? Онлайнда тоже просто экран нажанда болмаса барлығы да дәл солай. Бұрын офлайнда бізде сабақтар сақталмайды, тек бір түсіндіріледі болды. Ал онлайнда сабақты қайталап көру мүмкіндігі бар. Нұсқалық талдаулармен қайтадан өзімен жұмыс жасап, каждый день талдауға мүмкіндіктерім бар. Сол үшін де давайте просто ойланбай, дайындықты қазірден бастап күшейіп, интенсив пакетке жазылып тақырыптарды да меңгеріп, кітаппен де жұмыс жасай және нұсқалық талдаумен де жұмыс жасай. Енді мен айтайын, бір айда сенде нәтиже болмаса, онда сен айтасың, апай сіз просто так алдаған екенсіз. Но мен бірақ ол бір айда нәтиже беретін инструменттерді барлығын кіргізген соң, ол уже жұмыс істейтін метод. Папамен 38 жинаймын. Все, нұсқалық қалай талдаймыз? Сендерге алдынан нұсқалық талдаулар беріледі. Нұсқалық талдауда біз эфирде сол нұсқалық талдаудың ішіндегі шықпаған есептерді, түсінбеген теориялық сұрақтарды мен сендерге дайын етіп көрсетіп осылай эфирде талдаймын. Теория сұрақтарын жаңағыдай кітаппен көрсетіп, неліктен ол екенін дәлелдеп. Просто так теорияны жаңағыдай сілеп жаттаған сияқты жаттап алғанмен пайда жоқ. Ол сұрақ басқашалап келетін болса, сендер все сол жерде теория сұрақтар көп келді деп алып шығып кетесіздер. Қазір көп оқушылар айтады ғой, осы тестте көп наурыз ОБТ-да органика көп келді, маған теория көп келді деп. Ол көп келгеннен емес, сен білмегеннен болып тұр ғой. Ал оны білмеш, сен просто так оқу керексің, оқу. Нұсқа талдау керексің, талдау керексің. Все болды. Все, давайте онда мен осы жерге номер қалдырайын, міндетті түрде WhatsApp-чатқа немесе Instagram-ға жаңағы мен айтқан бонус чек-листтерді, металдардың жаңағы мен айтып өткен минералды қосылыстардың чек-листі, галит жаңағы мен айтып өткен солардың чек-листін және бізде гидролиздің кестесін алу үшін осы видеоның астына номерімді қалдыр. Не керек? Кесте ма? Кесте. Немесе сен интенсив пакетке жазылып келе ма? Осы номерге жазып, предоплата жасап, орын алып қойсаң болады. Және төлемді бөліп төлеуге де болады. Каспорент арқылы, каспоросрочка арқылы. Давайте все, келесі сабаққа дейін аяқтаймын. Все, бұдан кейін осы сендерге берілген соңғы мүмкіндігі. Енді бұдан кейін тек өзімнің оқушыларыма ғана фокустың бәрін бұратын боламын. Және осы сендер қазір уже 2 айдан кейін дәл сол оқушыларым 40 балл алған, сен просто повезло оған деп жүресіңдер да. Оның бағы бар деп. На самом деле ол бақ емес, бақ ол талант 1%, еңбек 99% дейді ғой. Дәл солай болады. Және осы мендегі оқушылардың нәтижесін көріп отырып, сол кезде қатысып бағаларға көмектесу боласың. Сол үшін давайте қазір мүмкіндік барда әрекет ете керек. Кейбір есептер сендерге айтып отырмын, мақсат айтып жатқандай, дәл кейбір есептер, пластинканың есептерін мен көрдім. Дәл сол есеп тура кітаптан алған. Теориялық сұрақты да солай істеп қойды. Мысалы, өткенінде азот қышқылы туралы дұрыс тұжырым деп, азот қышқылы деп қойды. Тура 3000 градуста істейді, прям физика дәлме-дәл көшіріп қойды. Хорошо? Все, давайте ертеңге келесі менің курсыма келетін болсам ертеңге дейін дайындықты өздерің аяқтайтын болсаңдар, онда сендер
бес сәттілік барлықтары барлығы грант жеңіп алады негізі, но бірақ топ өнерлерге барлығы жоғары еңбектенген 45 алған 40 балл алған ең жоғары балл алған 120-дан асқан оқушылар ғана түсе алады. Все, сабақ қалай болды? Сабақ қалай болды? Давайте комментарияға жазайық. Лайк басайық. Осы каналдың, осы ютубтың сабақтың сілтемесін таратып жіберейік басқа оқушыларға. Чекті мынау төлеп берген. Кофе бұның чегі. Қалай болды сабақ? Жоқ, бәріне. Тіл байланыстарын төлете. 38-40. Я с вами прощаюсь.